Сәлем баршаңызға достар, Twix печеньесін дайындайтын боламыз. Жасалуы өте жеңіл, құрамы өте қарапайым. Олай болса, кеттік. Ұн, қант, шым тұз, сармай қосып қолмен немесе миксермен езіп аламыз. Астына пергамент төселген формада қызарғанша шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз духовкада. Келесі кезекте карамель дайындаймыз. Табаға сармай, сгущенка құйып, қызып тұрған отта карамель болғанша араластыра отырып дайындаймыз. Дайын болған корждың үстіне карамельді қатып қалмай тұрған кезде құйып аламыз. Әдемілеп тегістейміз. Және оның үстіне еріген шоколад құятын боламыз. Шоколадты үстіне әдемілеп тегістейміз да тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Дәмі Twixке және альбенеге қатты ұқсайды. Міне осындай дәмді әдемі пирог менде дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.